Өскемен қаласында отбасыңызбен қайда демалуға болады білесіз бе? Өскеменнен алыс емес жерде озеро Себене 2-ның аумағында 4 қара демалыс базасында таза ауада осындай 2 этажды үй, жеке банясы мен жеке ас үймен барлық жабдықтармен толық жағдай жасалынған. Кіреберісте терраса бар, шай ішіп, таза ауада шашлик жеп отыруға болады. Үйдің бірінші этажында қонақ бөлме, мына жерде қызықты, осында кептірілген аңдардың терілері және қонақ күткенге үлкен қонақ столы бар. Демалып отырғанға осындай үлкен кожаный диваны да бар екен. Бірінші этажында санузел бар және екінші этажға көтерілгенде үлкен бөлме, ол жерде де дайын төсектері бар. Көп адам болып келсеңіздер де сыйымды, үй өте үлкен және одан әрі спальня бөлмесі. Бұл жерде де осындай дайын тұрған көптеген үлкен төсектерді көруге болады. Екінші этаждан жаңағы балконға шыққан кезде осындай әдемі таулы табиғатына, көліне көрініс ашылады. Жағажай тура үйдің қасында. Бұл жеке асханасы, ішінде барлығы бар және бұл банясы. Біздікілер кешкісін баня жағып, жақсылап демалып баняға түсті. Және кешкісін осылай кәуап жасадық, самаурынға шай қойдық. Ал күндіз көлге шығып, көлге барып суға түсіп демалып қайттық. Осындай қайықтарды арендаға алуға болады екен. Суы өте жылы, өте жақсы. Міндетті түрде отбасыларыңызбен демалып келгенге өте жақсы жер екен. Самаурынның шайын ішіп демалғанға не жетсін.